Қазір осы әлемде болып жатқан бүкіл су басу, су тасқыны, қар жауу, тағы да басқа мына құйын дейміз, дауыл дейміз, торнадо дейміз, соның бәрі табиғи апатты біз адамзат баласы өз қолымен жасап отыр. Себебі осыдан бір 100 жыл алдын біздердің жер планетамыз қандай еді? Ешқандай да осыны су тасқыны да жоқ, басқа да жоқ, бәрі тып-тыныш мамырада өмір сүріп отырды. Бұл кезде мынандай жарылыстар болған жоқ қазірде. Қазір бүкіл әлемде бір-бірінен бәсеке, атом бомбаларын жарып, сынақтардан өткізіп, ракеталарды ұшырып, завод фабрикаларды салып, соның бәрінен шыққан түтіндер, басқа да улы заттар сол біздің планетамыздың климаттың жылынуына әкеліп соғып жатыр. Соның кесірінен мынау солтүстік мұзды мұхиттағы мұздар еріп, айсбергтер еріп, қазір орнынан қозғалып жатыр. Егер солардың бәрі еритін болса, мынау бүкіл әлемді полный су шайып кететіні анық ол. Соның әлде де алдын алуға бізде де мүмкіндік бар ғой адамзат баласында. Соның бәрін әлде де тоқтатуға президенттеріміз тек қана ақшаны ойлай бермей, жерді, байлықты ойлай бермей, сол ұрысты, соғыстарды тоқтатып, завод фабрикаларды, тағы да басқа нелерді азайтып, сөйтіп қысқартып, планетамызды сақтап қалуға әрекет жасап жатқан ешкім жоқ. Барлықтарының ойлайтыны ақша, жер, бір-бірімен бәсеке. Президент әсіресе Путин бар, тағы да басқа жоғары тұрған басшылар көп қой, әрбір елдің басшылары, Трамп дейміз, тағы да басқа әр елдің басшылары ойлану керек қой, осының бәрін тек қана жерге таласа, байлыққа таласа бермейді. Бұл табиғи апат деген сенің атом бомбаңнан да өте қауіпті бұл деген. Егер су басатын болса, сен атом бомбаң да басқа да рөл ойнамай қалады жерде. Судың астында қаламыз, бәрі болды. Оған ешкімнің күші жетпейді тоқтатуға, бұл табиғаттың тосын мінезі. Тек қана Алладан басқа ешкім ғана оны тоқтата алмайды. Мына біздің елде де басшылар 30 жылдан бері 33 жыл болды, мынау Назарбаев деген шіріген байыған сайын байығысы келіп, ақшаны күнде жымқырып, бүкіл жемқорлардың айналасынан жинап алып, 30 жылдан бері халықты тонап жатыр. Өлетін тек ақша. Халыққа тұрмыс жағдайын көтеруге, мынау елді мекен, жер, су, тағы да басқа мынау табиғатты көркемдеуіне, табиғатты несіне сондай жақсы болуына ешқандай үлес қосып жатқан жоқ. Ақшаны жымқырып, шетелге барып, неге салып, вилла сатып алып, тағы да үй сатып алып, яхта, тағы да басқа заттар сатып алып, байыған сайын байығысы келіп жатыр. Қашан тоқтайтын болады?